Мбаппе, Ерболат Баппи деген кеше халық қиналып отқан жоқ дейді ғой. Міне халықтың қандай жерде тұрып отқанын көр. Өтірікті шеше көздеріңді жұмбай соғасыңдар. Біреудің әулесінде шеше қаншама қазақ тұрып отыр. Шарамиканың күнін кешіп. Сен қайықта арлап жүрсің? Қымбатшылық болса қысып баратыр. Теңіздей халықты көрмедім мен қиналған деп. Міне көр, қиналмаған халық қаншама отбасы тұрып отыр нәрді. Отырып аласыңдар да нақы көздеріңді ашқыларың келмейді. Нақы халықтың жағдайы жақсы деп жібересіңдер. Бәпидің неше қорасын адам мықты. Бұлар көргісі келмейді осындай жерлерді. Жаңағыдей вертолетпен ба төбеден өтіп халықтың жағдайы зор екен дей салады да. Ой, бұларға сол асфальт бордюрдан жаңағы ойып алып тастап, қайттан бір бордюрсын сол бір бордюрды ауыстырып қоя салуға болмайды ғой. Полный бордюрды алып тастап, қайтып салып оны. Сондай істесе бұлар мықты болып қалады, әкім де мықты болады. Ой, Шымкенттен келген әкім мықты екен деп қалады жаңағы. Істеп жатыр екен деп қалады да. Мықты әкім депутат болсаңдар, халықтың андай қорада тұрғызбайды, қорадан андай. Кәдімгі қорада бүйтіп тұрғызбайды халықты. Бірінші халықтың жағдайын турлайды. Жаңағыдей бір өкіметтің тарапынан болса да бір ең арзан кредит берсе де бір бұлардың кредиті де 3-ке 1 алама бір бөле қалады ғой. 20 миллион қоясаң 60 миллион қайтаратын кім алады оған? Кімнің жағдайы келеді оған? Халқы шарамика болып қорада тұрып отыр. Бұлар 30 жылдан бері бір асфальт тапсырып, орнына екінші асфальт салып, бордюрын алып, қайттан салып, соған мәз шеше істеп жатыр деп қояды. Дамып жатыр деп қояды. Атаңның басы дамып жатыр. Халқың шарамика болып қорада тұрып жатқанмен жұмыс жоқ. Халқың жағдайын турлап қойып, қатайып жер бер шеше. Одан кейін барып істе асфальтыңды шеше. Өліп баратсаң жегін кеп. Масқара бұларды бұл. Бет жоқ бұларда бар ғой. Намыс жоқ. Ар жоқ, ят жоқ. Кәдімгідей бетсіздер жиналғанда кәдімгі ана парламентке ше. Балық басынан шірейді деп басы шіріп жатқан екен, аяғы қайда барсын. Өңкей шіріген жүйе. Міне халқың жерде тұрып жатыр. Қаншама жас балдар, бүлдіршіндер осы жерде тағдыры осы жерде өтіп жатыр. Кішкентай қорада 2 бөлмелі. Біреу аяқ киім шешеді, жатады, тұрады.